Саламатсыздарма? Манар Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің информатика пәні оқытушысы Арыкова Қызжан Абдешқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Microsoft PowerPoint бағдарламасында слайд макеттерін жасау. Сабағымыздың мақсаты Microsoft PowerPoint бағдарламасын іске қосу, макеттерді таңдап оларға фон енгізу, мәтін және бейнелерден тұратын презентация жасау тәсілін меңгерту. Microsoft PowerPoint слайдтарды әзірлеуге арналған Microsoft Office-тің қолданбалы бағдарламасы. PowerPoint-тың негізгі міндеті ақпаратты қабылдаудың және есте сақтаудың тиімділігін арттыру мақсатымен слайдтарды жоспарлау, жасау және өңдеу болып табылады. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін іске қосу бағдарламалар Microsoft Office, Microsoft PowerPoint бағдарламасын жүктейміз. Ашылған терезеде дайын шаблондар тізімі көрінеді. Дайын шаблондар бізге презентация жасаудың дайын орнатылған макетін ұсынады. Біз өзімізге қажетінше презентация жасау үшін пустая презентация, таза презентация қосымшасын таңдаймыз. Нәтижесінде тақырып және тақырыпша жазатын слайдтың негізгі беті үнсіздік бойынша ашылып тұрады. Презентацияның әрбір беті слайд деп аталады. Слайдтар белгілі бір тізбекпен құрылады. Слайдтар қызықты суреттермен, сызбалармен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Келесі слайдты құру үшін главное басты кірістірмесінде создать слайд құру батырмасын басамыз. Бұл жерде слайдтың макетін таңдау керек болады. Ол титулдық бетке суреттер қоюға арналған әртүрлі нысандардан тұрады. Ал егер сіз заголовок и объект, тақырып және объект орналасын таңдасаңыз, толтырғыштардың ортасында келесі белгішелер жинағы бар. Мазмұндардың келесі түрінің бірі ол кесте, диаграмма, смарт арт сызбасы, сурет, интернеттен алынған сурет, бейне жазбаны кірістіру үшін осы белгішелердің бірін таңдасаңыз болады. Слайдтың макетін өзгерткіңіз келсе, макет кірістірмесінен қажетті макет түрін таңдаңыз. Ал егер қажет емес слайдты жою үшін құрылым қатарына өтіп, тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, слайдты жою командасы орындау керек, немесе пернетақтадан delete батырмасын шертеміз. Келесі қадамда слайдқа дизайн орнатуымыз керек. Дизайн кірістірмесінде слайдтың макеттер үлгісі, слайдтың өлшемі, фонын өзгерту командалар орналасқан. Дизайн тақырыбына кіріп, өзімізге ұнайтын тақырыпты таңдап аламыз. Егер дизайн фон өзгерткіңіз келсе, баптау бөліміндегі фон пішімі кірістірмесіне кіреміз. Мұнда біркелкі құйып қояу, градиентті құйып қояу, сурет және немесе текстура, өрнектеп құйып қояу бөлімдері орналасқан. Біркелкі құйып қояу бөлімінде сіз өзіңізге ұнайтын түсті таңдап, біркелкі құйып қояп береді. Ал градиентті құйып қояу бөлімінде өзінің дайын шаблондары берілген градиентті құйып қояу. Осылардың біреуін таңдап, сізге градиентті етіп құйып қояп береді. Сурет немесе текстура бөлімінде текстура дайын шаблоны орналасқан. Бұл жерде өзіңізге қажетсін таңдайсыз, немесе компьютерде орналасқан суреттерді енгізсеңіз болады, немесе интернет жүйесінен кез келген суретті енгізсеңіз де болады. Өрнектеп құйып қояу бөлімінде дайын шаблондар құйып қояу өрнектері берілген. Өзіңізге ыңғайлы дайын шаблондарды таңдасаңыз болады. Егер сіз слайдтың өлшемін өзгерткіңіз келсе, альбомдық немесе кітаптық түрін таңдап, окей батырмасын шертесіз.
Ал слайдымызға мәтін енгізу үшін кірістіру көшірмесінде жазба батырмасын таңдап, мәтін жазатын орнымызды белгілеп, мәтін енгіземіз. Мысалға мен компьютердің ішкі құрылғылары деп алайын. Терілген мәтінімізге харфтың көмегімен өлшем береміз. Егер сіз Word нысанын орнатқыңыз келсе, алдымен мен берілген мәтінді қайта жазбай отыру үшін ерекшелеп алып, кірістірмесінде мәтін бөлімінен Word командасын таңдаймын. Word жинағы сопа терезесінен тінтөл пердесін бір рет шертіп, қажетті мәндерді таңдайсыз. Мұнда мәтінді енгізіңіз деген сөз шығады. Ал мен басына ерекшелеп алған соң ол автомат түрде жазылып беріледі. Яғни Word объектісімен енгізілген мәтіндер. Бұл әзірге керек емес. Компьютердің ішкі құрылғылары деп алып, осылай қалдырсақ та болады. Біз слайдымызға мәтінді енгіздік, яғни компьютердің ішкі құрылғылары деген тақырыпты алдым мен. Келесі слайдымызда сурет кірістірейік. Сурет кірістіру үшін кірістірмесіне кіріп, суреттер бөліміне ашамыз. Снимок деген бөлімде вырезка из экрана, яғни сізге өзіңізге ыңғайлы интернеттен алынатын суретті кесіп ала аласыз. Яғни мен мына суретті кесіп алайын. Ол автомат түрде слайд бетіне жүктеледі. Суретті өзіңіз қалауыңызша үлкейтіп, немесе кішірейтіп қоюға болады. Келесі рисунок бөлімінде бұл жерде өзіңізде компьютерде енгізіліп қойған, тартылып алып қойған суреттерді қойсаңыз болады. Хатқа ставить. Ал изображение из интернета деген ол менде бар, яғни алдын ала интернеттен жүктелініп алған суреттерім. Копировать, слайд бетіне қою, ставить командасын орындап, яғни оны кішірейтеміз. Осылай суретті енгізуге, слайд бетіне енгізуге болады. Үйге тапсырма, алдағы функциялар қолданып, жүйелік блоктың ішкі құрылғылары тақырыбында презентация жасаңыз.